ота жасау арқылы, яғни операция. Егер сіздің жыныс мүшеңіз 9 сантиметрден егер қозылу күйінде төмен болатын болса, сол кезде сіздің бойыңызда жыныс мүшенің кіші болуы бар деген сөз. Әйелдердің үйленгеннен кейін қанағаттандыра алмаймыз. Ассалаумағалейкум, құрметті жігіттер. Сіздермен Олжас Иманғалиұлы, уролог, дәрігер. Бүгінгі тақырып жыныс мүшені өсірудің 3 жолы. Осыған тоқтала кетсек, жалпы қазір жігіттердің көбінің проблемасы осы жыныс мүшені өсіру. Қалай өсірсек болады, не істесек болады деген сияқты сұрақтар көп келіп түсуде. Соның осы тәсілдердің 3 жолына тоқтала кетсек. Бірінші тәсілі ол мынау ота жасау арқылы, яғни операция. Пластикалық операция жасау арқылы жыныс мүшені өсіруге болады. Қалай? Яғни бұл жыныс мүшенің байламын, лигаментум дейді, байламын кесу арқылы сіздерге пластикалық хирургия операция жасап, жыныс мүшені өсіруге жол жасайды. Екінші жолы бұл мынау жыныс мүшенің созу арқылы, яғни бұл аппараттардың көмегі арқылы, экстендер сияқты помпалармен арқылы жыныс мүшені созу арқылы ерігінен өсіруге болады. Үшінші жолы бұл мынау айтатын болсақ, гормондық бұзылыс болатын болса организмде, эндокриндік патологияның бұзылыс болатын болса, гормон алмастырушы терапияны қолдану арқылы жыныс мүшені өсіруге болады. Сонымен қатар жігіттер, сендердің құлақтарың алтын сырға, бұл айтып кеткен 3 жол организмде, яғни проблемасы бар жігіттерге тек арналады. Олай дейтініміз бет алды өсіруге қызудың қажеті жоқ. Егер сіздің жыныс мүшеңіз 9 сантиметрден егер қозылу күйінде төмен болатын болса, сол кезде сіздің бойыңызда жыныс мүшенің кіші болуы бар деген сөз. Олай дейтініміз қазіргі кезде біреулер әйелдердің үйленгеннен кейін қанағаттандыра алмаймын, сол себепті өшірейін деп жатқан азаматтар бар. Ол қателік, оны ескеріңіздер. Егер сіздің бойыңызда гормондық бұзылыстар болса, туа пайда болған проблема болатын болса, ол жағдай қалпына келтіруге болады. Бірақ бұны мамандардың көмегі арқылы. Егер сіз ойлайтын болсаңыз, әйеліңізді үйленгеннен кейін, үйлену барысында қанағаттандыра алмаймын деген ой, ол дұрыс емес, қате ой. Олай дейтініміз, бұл жерде әйелдің сауаттылығын білу керек. Төсекті қатынаста қалай жақындасу керек, қандай әрекетке бару керек, ол сіздің төсектік сауаттылығыңыздың жоғары болуына байланысты. Сонымен бұл жерде мына видеодан сіздер не түйесіздер? Мына бүгінгі видеодан сіздерге түсінікті болатын 3 жолын айтып кеттім. Бұл жерде мына видео сіздерге ұнаған болса, осы видео арқылы сіз ой түю арқылы сізге өсіру керек па, керек емес па, оны сіз ескеретін боласыз. Қазіргі кезде ғылым мен медицинаның дамыған кезінде мынау біз бүкіл түпкір-түпкірде Қазақстанның жан-жағындағы ер азаматтарға, Алматыға келуге мүмкіндігі болмаған азаматтарға онлайн түрде қабылдау жүргізіп жатырмыз. Үйден шықпай-ақ, дәрігерге бармай-ақ, үй жағдайында біз осы онлайн түрде видео форматта өткізілетін болады онлайн қабылдау. Сізді тікелей эфир арқылы көре отырып, сіздің шағымдарыңызды компьютерге тіре отырып, сізге қандай тексеруден өту керектігін біз сізге онлайн түрде кеңесте бере аламыз. Және де тағайындайтын дәрілерді де онлайн түрде сіз ала аласыз. Біздің тағайындауымыз бүкіл Қазақстан бойынша ем қабылдап жатқан азаматтар бар. Соған байланысты келу мүмкіндігі болмайтын болса, біздің онлайн кеңеске тіркеліңіз. Бүгінгі видеом сіздерге ұнаған болса, астына лайк басып, өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау, сәлеметте болыңыз.